Жат ағымның жетегінде Айдана 25 жаста еді. 5 баланың анасы. Күйеуі Жасұлан дінге келген соң өзгеріп сала берді. Алғашында мешітке барып уағыз тыңдап жүрді. Кейін телефоннан белгісіз аудиолар тыңдай бастады. Көзқарасы қатайып, бәрін харам деп айта беретін болды. Әйел үйде отыруы керек. Қыздарға мектеп керек емес. Біз кәпір елде өмір сүріп жатырмыз. Айдана үндемеді. Себебі Жасұлан, күйеуі, балалардың әкесі. Бірақ үйде қысым күшейді. Теледидар алынып тасталды. Кітап-дәптер бәрі отқа тасталды. Бір күні Жасұлан: біз көшеміз. Шынайы ислам орнаған жерге. Сирияға. Айдана шошып кетті. Қалай? Балалар ше? Бұл хижра. Бізге парыз. Ол жақта мұсылман халифаты бар. Шын ислам сол жерде. Айдана қарсылық білдіре алмады. Қорықты енді оларға елдегі бәрі жау, шайтани. Олар Түркия арқылы шекарадан заңсыз өтті. Кішкентай балаларының жылағаны, құжатсыз жолдар, түнгі ормандар. Бәрі түс секілді. Сирияға жетті. Онда бәрі басқаша. Бейтаныс адамдар. Қару жарылыстар, қатты тәртіп. Әйелдерге қара киім, бет тұмшалау, шектеу. Айданаға басқа ат қойылды, Хафса. Ол енді бір мұджахеттің әйелі. Жасұлан күнде қару ұстап жүрді. Сыртта жүріп, бір күні қайта оралмады. Күйеуің шахид болды, деді командир. Жылауға болмайды. Қатты эмоция, әлсіздік белгісі. Айдана көп ұзамай басқа еркекке неке арқылы берілді. Тағы бала туды. Жаны күйіп, іші өліп бара жатты. Бірақ оны ешкім көрмеді. Жылдар өтті. Ол шындықты көрді. Халифат деген тек қан төгіс. Бейбітшілік емес. Балаларына не үйретіліп жатқанын көріп шошыды. Бір түні ол шешім қабылдады. Қашу қандай жолмен болса да. Жергілікті әйелдер тобы арқылы шекараға жетті. Балаларын құшақтап Түркияға өтті. Сосын Қазақстан елшілігіне, отанға оралды. Бірақ бәрі онымен бірге оралған жоқ. Қолға түсті. Тергеу, сұрақтар, түрме. Айдана үнсіз отырды. Көз жасы таусылған. Ешкімге ренжімеді. Мен өзім кінәлімін. Адастым, білмедім. Балалары мемлекет қамқорлығына берілді. Ол түзету мекемесінде жүріп, білім алды. Қазақша қайта оқи бастады. Діннің шынайы негізін түсінді. Өкінді. Ең ауыр нәрсе балаларыма мен көрсеткен қара түнек, деді бір күні. Бүгінде ол өз өмірі үшін емес, сол қателікті басқалар қайталамасын деп күресіп жүр. Бұл өмірде болып жатқан мыңдаған әйелдердің тағдырына ұқсас ауыр шындық.